Саламатсыздар ма оқушылар, сіздермен бірге Айнұр апай. Бүгінгі видеода 6 сынып математика пәнінің 1-9 шеңбердің ұзындығы, дөңгелектің ауданы, шар, сфера тақырыбының 189-дан 196 есептерге дейінгі Б деңгейінің есептерінің шығарылуын қарастыратын боламыз. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Ал біз бастаймыз. 189 есеп, шеңбердің ұзындығы 84 см. Доңғалақ 35 айналым жасағанда баратын қашықтықты өтіп шығу үшін шеңбердің ұзындығы 98 см доңғалақ неше айналым жасайды дейді. Яғни мынау бізде бірінші тапсырма. Бізге белгілісі шеңбердің ұзындығы 84 см және ол 35 айналым жасап жүрген екен. Сол жүрген жолын тауып алатын болсақ, онда осы 84-ті 35-ке көбейтеміз. 2940 см шығады. Енді осы ара қашықтықты екінші доңғалақ қанша айналым жасайды дейді, және ол доңғалақтың шеңберінің ұзындығы бар. Ендеше 2940-ты біз осы екінші шеңбердің ұзындығына бөлеміз 98-ге. Сонда 30 айналым шығады екен. Екінші тапсырма. Радиусы 60 см бірінші доңғалақ 40 айналым жасағанда баратын қашықтыққа екінші доңғалақ 48 айналым жасайды. Екінші доңғалақтың радиусының ұзындығы неше сантиметр дейді. Яғни бұл жерде енді радиус арқылы берілген. Радиусы 60 см деп жазып аламыз. Және осы бірінші доңғалақтың радиус арқылы шеңберінің ұзындығын тауып алуға болады. Шеңбердің ұзындығы 2πr формуласы. Орнына қоятын болсақ 2 көбейту 3/114, радиус 60-қа тең. Енді осының барлығын көбейтейік. 376,8 шығады. Енді осы шеңбердің ұзындығымен қанша жол жүрген табу үшін оны 40 айналымға көбейтеміз. Яғни S ол тең 376,8-ді көбейтеміз 40 айналымға. Сонда барлық жүрген жол 15072 см болады екен. Енді осы жүрген жолды 15072 см-ді екінші доңғалақ 48 айналым жасап жүреді екен. Сонда оның шеңберінің ұзындығын тауып алуға болады. Олай болса С тең осы 15072-ні бөлеміз 48-ге. 314 шығады. Ал шеңбердің ұзындығы формуласы 2πr деген болатынбыз. Осы жерден радиусты тауып алуға болады. Радиус, яғни шеңбердің ұзындығын 2π-ге бөлгенге тең. Мәндерін орнына қояйық. Шеңбердің ұзындығы 314 болды. Оны бөлеміз 2 көбейту 3/114-ге. Есептейтін болсақ, мәні 50 сантиметр болып шығады екен. Келесі 190 есеп, практикалық жұмыс. 1-19 суреттегі дөңгелектің радиусын өлшеп, оның ауданын табыңдар дейді. Бірінші осы тапсырманы орындайық. Кітаптағы осы суретті линейкамен өлшейміз. Яғни міне радиусы дегеніміз мына одан бастап мына С-ға дейінгі ара қашықтық. Немесе Б-ға дейінгі, немесе А-ға дейін, немесе Д-ға дейін, бұның барлығы радиус болады. Яғни осы радиусты өлшейміз. Ол радиустың өлшемі 3 см. Жазып алайық. Енді шеңбердің бізге ауданын табыңдар деген. Ал ауданның формуласы, бірінші тапсырма деп қояйын. Ауданның формуласы πr квадрат. Пи дегеніміз тұрақты шама 3/114. Көбейту радиус 3-ке тең болды. Олай болса 3-тің квадраты. 3/114-ті көбейтеміз 9-ға 28,126 сантиметр квадрат болады. Енді екінші тапсырма. ABC квадраттың қабырғасының ұзындығын өлшеп, оның ауданын табыңдар дейді. Яғни мынау бізде міне ABC деген мына тұрған квадрат. Оның қабырғасын өлшейміз де, оның ауданын табамыз. Бір қабырғасын өлшесек, жеткілікті, өйткені квадраттың барлық қабырғалары бір-біріне тең. AB-ның ұзындығы линейкамен өлшейтін болсақ, ол 4-ке тең. Яғни бір қабырғасын А деп алатын болсақ, мысалы мынау А қабырғасы. Ол 4 сантиметр. Және квадраттың ауданы S. Ол А квадратқа тең. Мәнін орнына қояйық. А дегеніміз 4, яғни 4-тің квадраты. Ол 16 сантиметр квадрат болады.
Енді дөңгелектің боялған бөлігінің ауданы табыңдар. Яғни міне мына тұрған боялып тұрған ауданы табуымыз керек. Ол үшін S боялған бөлік деп қояйын. Ол үшін міне қараймыз. Жаңа біз біріншісінде мына шеңбердің ауданы тауып алған болатынбыз. Шеңбердің ауданы дегеніміз ол толықтай мынаның іші деген сөз. Содан мына квадраттың ауданын қиып алып тастасақ, сол кезде бізде мына боялған бөліктің ауданы қалады. Олай болса, дөңгелектің ауданынан азайтамыз квадраттың ауданын. Дөңгелектің ауданы ол бізде мына біріншісі еді, екіншісі квадраттың ауданы деп осылай жазып қояйын. Енді осы мәндерді орнына қоямыз. Дөңгелектің ауданы 28,26, одан азайтамыз, квадраттың ауданы 16 сантиметр квадрат. Азайтсақ, жауабы 12,26 сантиметр квадрат шығады екен. Келесі 191 есеп. Дөңгелек шеңберінің 0,4-іне тең, оның доғасының ұзындығы 37,168 сантиметр. Дөңгелектің диаметрі неше сантиметр дейді. Яғни доғасы дегеніміз бұл шеңбердің бір бөлігі. Мынау мысал үшін шеңбер деп алатын болсақ, осының мысал үшін мына аралықпен мына аралықты алатын болсақ, мынау доғасы. Яғни дөңгелек осы шеңбердің 0,4-іне тең доғасының ғана ұзындығы берілген бізге. Олай болса жазайық. С доға деп қояйық. Ол 37,168 сантиметр. Яғни міне мына доға ол бүкіл шеңбердің 0,4 ғана. Енді оның толық шеңбердің ұзындығы қанша екенін табу үшін С тең осы доғаның ұзындығын біз 0,4-ке бөлуіміз керек. Енді мәндерін орнына қояйық. Доғаның ұзындығы 37,168, оны бөлеміз 0,4-ке, сонда 94,2 сантиметр болады екен. Бұл бүкіл шеңбердің толықтай ұзындығы. Енді шеңбердің ұзындығының формуласына келетін болсақ, ол 2πr, және мына жерде 2 мен пидің орнына ауыстыратын болсақ, пи көбейту 2r болады. Ал 2r дегеніміз ол бізде диаметр. Сонда шеңбердің ұзындығын қайтадан жазсақ, С тең пи көбейту диаметр деп те табуға болады екен. Осы жерден енді бізге диаметрдің формуласын анықтау керек. Диаметр шеңбердің ұзындығын пиға бөлу арқылы табуға болады екен. Олай болса, орнына мәндерін қояйық. Шеңбердің ұзындығы бізде табылды. Ол 94,2. Оны бөлеміз. Пи тұрақты шама 3,14-ке. Сонда есептің жауабы 30 сантиметр болады екен. Келесі 192 есеп. 1/20 суреттегі АБ 10 сантиметр, СД 2 сантиметр. Дөңгелектің мына боялған бөлігінің ауданы табыңдар дейді. Олай болса, бізде ең бірінші мына үлкен шеңбердің ауданы тауып аламыз. Одан кейін мына ішкі кішкентай шеңбердің ауданы табамыз. Екеуін бір-бірінен азайтсақ, сонда мына боялған бөліктің ауданы шығады. Ендеше бірінші үлкен шеңбердің ауданы табайық. Шеңбердің ауданының формуласы πr квадрат. Және бұл жерде міне АБ 10 сантиметр деп айтылды. АБ деген ол диаметр. Бізге шеңбердің аудан тапқан кезде радиус керек. Ал радиус ол мына диаметрдің жартысы болады. Онда радиус ол тең АБ бөлу 2 деп аламыз. Яғни 10-ды 2-ке бөлеміз, сонда 5 сантиметр болады екен. Енді аудан табайық. S 1 деп қояйын мен оны. Пи дегеніміз 3,14 көбейту радиус 5-ке тең болды, яғни 5-тің квадраты 25. Екеуін көбейтсек 78,5 сантиметр квадрат шығады екен. Енді екінші радиус табуымыз керек. Ол мына кішкентай шеңбердің радиусы, яғни міне одан мына жерге n деп қойсам, ON кесіндісін табуымыз керек. Оны табу үшін бізде мына сыды белгілі, сыды 2 сантиметр деп айтылған, яғни мынау 2 сантиметр. Ал мына ОБ радиус ол бізде жаңа 5 сантиметр еді. Сонда екінші радиус 2, 5 сантиметрден азайтамыз 2 сантиметрді, сонда 3 сантиметр екен.
Радиус белгілі болса, онда екінші шеңбердің, яғни мына боялмай тұрған шеңбердің ауданын табамыз. Ол да πr квадрат формуласымен табылады. Пидің орнына 3/14-ті қоямыз. Көбейту r квадрат, радиусымыз 3-ке тең, яғни 3-тің квадраты 9. 3/14-ті 9-ға көбейтсек 28/126 сантиметр квадрат шығады екен. Енді бізге боялған бөліктің ауданы керек. Ол үшін бағанағы бірінші ауданнан S1-ден алып тастаймыз S2-ні. Мәндерін орнына қояйық. 78/5-тен азайтамыз 28/126-ны. Сонда есептің жауабы 50/124 сантиметр квадрат болады екен. Балалар, видео түсінікті болып жатса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Келесі 193-ші есеп. Радиусы 10 см шар көлемі қандай кубтың ішіне сыяды дейді. Мінеки біздің шарымыз, және оның радиусы, былайынан алайық, 10 см. Көлемі қандай кубтың ішіне сыяды дейді. Яғни міне мынау осындай кубқа сыйып тұр десек, осы кубтың көлемі қандай екенін табуымыз керек болып тұр ғой. Куб деген барлық қыры бір-біріне тең. Мынаны А десек, мына барлық қыры Аға тең болады. Және осы кубтың қыры ішінде тұрған мына шардың диаметріне тең болады. Диаметрі дегеніміз ол 2 радиус. Мына 10 см болса, мына жақ ол да 10 см болады. Сонда диаметрі 20 см болады. Оны былай жазып алайық. Радиусы 10 см, ал диаметр дегеніміз ол 2 көбейту радиус. Сонда 2-ні 10-ға көбейтсек 20 см болады. Және бағанағы айтқан мына қабырғамыз, ол осы диаметрге тең. Өйткені мына бұрышынан мына бұрышына дейін толықтай диаметрді құрайды. Және ол мына кубтың мына қабырғасына тең. Кубтың жалпы барлық қабырғалары бір-біріне тең болғандықтан, біз былай жазамыз. А тең диаметрге, және ол 20 сантиметрге тең. Енді осыдан көлемін табайық. Көлем дегеніміз мына 3 қырының көбейтіндісі. А куб деп аламыз. А 20-ға тең болатын болса, 20-ның кубы ол 8000 сантиметр куб болады. Келесі 194-ші есеп. 1/21-ші суреттегі квадраттың қабырғасы 10 см. Міне мына сыртқы квадраттың қабырғасы 10 см дейді. Квадрат болғандықтан, бұның барлық қабырғалары бір-біріне тең. Оның боялған бөлігінің ауданын табыңдар дейді. Мінеки, мына боялған бөліктің ауданын табуымыз керек. Ол үшін біз былай жазып алайық. А тең 10 см, және осы квадраттың бірінші ауданын тауып алайық. S квадрат деп қояйын. Оның формуласы А квадрат арқылы табылады. А-ның орнына 10-ды қойсақ, 10-ның квадраты 100 см квадрат болады. Енді бізге мына нәрсеге көңіл аудару керек. Мына бөлігіміз, ол мынандай шеңберге толықтыруға болады. Мынандай қылып, шеңбер қылып толықтырайық. Сонда қарап отырсақ, мына шеңбердің 4-тен 1 бөлігі. Міне мынаны былайынан бөліп жіберсек, мына бөлігі шеңбердің осы жері, мына екіншісі ол мына бөлік, мына үшіншісі мына бөлік, төртіншісі мына 4-ші бөлік деп алуға болады. Сонда басқаша айтқанда, мына боялмай тұрған бөліктердің барлығы мына бір шеңберді құрастырады екен. Және осы шеңбердің мына аралығы радиус болады, және ол мына квадраттың А қабырғасының жартысы, яғни 5-ке тең болады. Ендеше жазып алайық. Шеңбердің радиусы 5 см. Енді осы дөңгелектің ауданын табатын болсақ, S дөңгелек πr квадрат арқылы табылады. Пи дегеніміз 3/14 деген тұрақты шама. Көбейту радиусымыз 5-ке тең, 5-тің квадраты 25. Көбейтсек 78/10-5 сантиметр квадрат шығады екен. Енді боялған бөліктің ауданын табу үшін, бағана біз айтқанбыз, квадраттың ауданынан алып тастаймыз дөңгелектің ауданы деп. Мәндерін орнына қояйық. Квадраттың ауданы 100, азайту дөңгелектің квадраты 78/10-5, азайтсақ 21/10-5 сантиметр квадрат шығады екен.
Келесі 195-ші есеп. Пойыздың жылдамдығы 20 метр секунд. Жазып алайық. В тең 20 метр секунд. Оның вагонының доңғалағы шеңберінің ұзындығы 2,4 метр. Шеңбердің ұзындығы дегеніміз, яғни С 2,4 метр екен. Вагонның доңғалақтары 3 минутта неше айналым жасайды дейді. Яғни уақыт Т 3 минут және осы кезде қанша айналым жасайтынын сұрап тұр. Олай болса, жылдамдық бізде метр секундпен беріліп тұр, ал уақытымыз минут болып тұр. Осы жерде мына 3 минутты секундқа айналдырып алайық. Ол үшін 3 минутты 60-қа көбейтуіміз керек. Сонда ол 180 секунд болады. Секунд деп қояйық. Енді жүрген арақашықтықты табамыз осы 3 минуттың ішінде. Ол үшін жылдамдықты көбейтеміз уақытқа. Жылдамдық 20 метр секунд еді, оны көбейтеміз 180 секундқа. Сонда барлық жүрген жолы 3600 метр болып шығады. Енді доңғалақтың шеңберінің ұзындығы бар, 2,4 метр деген. Осы барлық жүрген жолды осы шеңбердің ұзындығына бөлетін болсақ, неше айналым айналғанын таба аламыз. Яғни 3600-ді бөлеміз 2,4-ге, барлығы 1500 айналым шығады екен. Келесі 196-шы есеп. 1-22 суретте цилиндр және оның жазбасы кескінделген. Міне мынау цилиндр, ал мынау осы цилиндрдің ашылған түрі. Яғни міне мына бүйір қабырғасы ашылған кезде мынандай төртбұрышты болады. Мынау табаны және мынау да екінші табаны. Цилиндрдің биіктігі 15 сантиметр дейді. Міне мынау биіктік және ол 15 сантиметр екен. Ал оның табанының радиусы, міне мынау табаны, оның радиусы 4 сантиметр. Цилиндрдің бүйір бетін құрайтын ABCD тіктөртбұрышының периметрін табыңдар дейді. Міне мынау бізде ABCD тіктөртбұрышы. Осының периметрін табу керек. Олай болса, дәл осындай қылып мына нүкте А, мынау Б, мынау С, мынау Д деп белгілеп алайық. Яғни осы жерде міне АБ 15-ке тең екенін көреміз. АБ 15-ке тең. Ал мына BC-ның неше екенін біз мына шеңбер арқылы табамыз. Өйткені мына шеңбердің радиусы берілген 4 сантиметр деп. Осы шеңбердің ұзындығын тапсақ, ол бізде BC болады. Ендеше жазып қояйық. АБ бізде 15 сантиметр болды. Радиус 4 сантиметр. Енді BC қабырғасы керек. BC қабырғасы ол шеңбердің ұзындығына тең дедік С-ға. Және шеңбердің ұзындығы ол 2πr деген формуламен табылады. Мәндерін орнына қоятын болсақ, 2 көбейту π дегеніміз 3/14 көбейту радиус 4-ке тең. Тең 25/112 сантиметр шығады. Яғни міне BC қабырғасы табылды. Енді тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін біз оны 2-ке көбейтеміз және мына екі қабырғасын бір-біріне қоса қоямыз. АБ-ға қосамыз BC-ны. 2 көбейту АБ дегеніміз 15 сантиметр. Оған қосамыз BC 25/112 сантиметр. Есептейтін болсақ, 2 көбейту жақшаның ішінде 15-ке 25/112-ні қоссақ 40/112 шығады. Және оны 2-ке көбейтсек 80/124 сантиметр болады екен. Балалар, осымен бүгінгі қарастыратын есептеріміз аяқталды. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, және қоңыраушаны бассаңыздар, жаңадан шыққан видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Сонымен қатар, осы видеоны достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Ал мен сіздермен келесі видеоға дейін қоштасамын. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен болған Айнұр апай, оңай математика каналы.